Сәлем, қалайсыңдар? Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз екі ақ заттан тұратын сыр жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Міне осындай әдемі сыр болады. Ол үшін бізге жарты кило сүзбе керек болады. Сүзбе үйдікі болғаны жақсы. И жарты литр сүт. Екеуін жақсылап араластырып, отқа қоямыз. Қатты қайнатудың қажеті жоқ. Араластырып тұрамыз бұлай. Пока мынау сүзбеміз кішкене созылмалы болып ерігенше араластырамыз. Мінекей мына сүзбе созылды. Енді бұны сүзіп аламыз. Негізі сүзбенің кішкене былай холодильникте тұрып қалған сүзбелер жақсы болады, свежийдан гөрі. Өйткені сүт қышқылы менен сода араласқан кезде жаңағы сүзбе еріп, сырға айланады. Міне бұны сүзіп мен неғып алдым. Бүкіл суын сарқытып сүзіп алдым. Және де мына асты жабыспайтын таба алып, сары маймен әбден жағып аламыз сары майды. Сөйтіп жағы сүзбемізді саламыз. Менің сүзбем майлы болғандықтан мен май қоспадым. Ал сіздер майсыз болса қосыңыздар. 10 граммдай сары май қоссаңыздар жеткілікті. Міне содадан жарты қасық салдым және тұздан 1 шай қасық салдым. Енді бұны жақсылап араластырамыз да. Жай отқа қоямыз. Сөйтіп үнемі араластырып тұрамыз. Міне көрдіңіздер ме? Сүт қышқылы мен сода әрекеттесіп сүзбені не қылады да, ерітіп жібереді. Балқытып дейді ғой, балқытып. Міне сөйтіп үнемі араластырып тұрамыз. Осындай асты жабыспайтын табаға жасағандарыңыз жақсы да. Өйткені басқа ыдыстарға жабысып қалады. Өстіп үнемі араластырып, міне осындай бір келкі масса болады. Міне уже дайын болып қалды, міне. Дайын болды. Енді бұны майлап дайындап қойған ыдысыма саламын. Әлі неміз сырымыз ыстық. Аны көрдіңіздер ме? Өзі балқып түсіп қалады. Енді бұны жақсылап нығыздаймыз. Нығыздап суығанша қойып қоямыз да. Суығаннан кейін мұздатқышта 2 сағаттай қойып қоямыз. Қату үшін. Міне дайын болды біздің сырымыз. Өте дәмді шығады. Пиццаға қоссаңыз да болады. Салатқа қоссаңыз да болады. Қатты сыр, твердый сыр дейді ғой, сондай қатты сыр. Құрметті оқырмандар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Осынға дейін қолдап келе жатқан оқырмандарға үлкен алғыс айтам. Әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Алда қызықты, керекті видеолар түсіруге тырысамыз. Міне сырымыз дайын. Дүкендегі сырдан еш айырмашылығы жоқ. Өте дәмді, жақсы, керемет сыр болды. Мінекей дайын болды. Бізге ас болсын. Сіздерге келесі кездескенше сау болыңыздар.